Біздің мақсатымыз мемлекеттік басқарудың жаңа түрін қалыптастыру. Ол қоғамға қызмет ету мен мемлекеттілікті нығайтудың жаңа міндеттеріне сай болуы тиіс. Ерекше назарды мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын арттыруға аудару қажет. Міндет мемлекеттік аппараттың халықпен өзара қарым-қатынастарында біржақты өктем көзқарастардан арылып, азаматтарға мемлекеттік қызметтерді тиімді және жедел түрде көрсетуге көшу. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде мемлекеттік тәртіпті нығайту және жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының жауапкершілігін қамтамасыз ету мәселелерін қарайтын арнайы консультативтік кеңесші орган құру қажеттілігі туындап, үкімет қаулысымен еліміздің барлық облыс әкімдері жанынан тәртіптік кеңестер құрылды. Оларға тәртіптік теріс қылықтарға, соның ішінде билік пен қызмет бабын асыра пайдалануға, қызмет этикасы ережелерін бұзуға жол берген жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарын тәртіптік жауапқа тарту жөнінде ұсыныстар енгізу бойынша міндеттер жүктелді. Кеңес облыс әкімінің шешімімен құрылып, кеңес құрамына мәслихат депутаттары, жергілікті зиялы қауым өкілдері, мемлекеттік және құқық қорғау органдарының басшылары кірді. 1999 жылы үкімет қаулысымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі тарапынан қызметі бақыланатын және тексерілетін консультативтік кеңесші органдар, тәртіптік кеңестер құрылды. Аталған кеңестер өзінің негізгі міндеттеріне сәйкес мемлекеттік тәртіпті нығайту, мемлекеттік қызметшілер мен оларға теңестірілген тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсынымдарды тиісінше мемлекеттік орган басшыларының қарауына енгізу бойынша функцияларын жүзеге асырды. Облыс әкімінің жанындағы тәртіптік кеңестің негізгі енді мақсаты сол кезде құралғандағы осы мемлекеттік қызметшілердің тәртібін нығайту үшін әртүрлі заңды бұзған жағдайларда сол қаралып, соған түрлі тәртіптік шаралар қолдану болған. Бұл облыс әкімдіктері жанынан құрылған кеңестері артынша Қазақстан Республикасы президентінің 2005 жылғы 30 маусымдағы жарлығымен облыстардағы Астана және Алматы қалаларындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің тәртіптік кеңестеріне ауыстырылып, оның қызметі мемлекеттік тәртіпті нығайту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексін сақтау мәселелерін қарайтын консультативтік кеңесші орган ретінде қайта құрылды. Аймақтарда құрылған аймақтық басқармалардың құрамына тәртіптік кеңестермен бірігуге тура келді. Яғни мемлекеттік қызметшілердің түрлі заңдарды орындаудағы жіберген қателіктеріне, олардың жаңағы этика талабын сақтауына жаңағы тексерістер жүргізілген болатын. Сол кезде уақытында мүмкін бұл қажет құрылым болған сияқты. Қазақстан Республикасы президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы ұлт жоспары 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам бағдарламасын жүзеге асыру аясында 2016 жылдан бастап елімізде мемлекеттік қызметшілердің моральдық адамгершілік бейнесіне және іскерлік қасиеттеріне қойылатын талаптарды арттыру мақсатында елбасы жарлығымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің жаңа әдеп кодексі қабылданды. Бұл ретте облыстардағы тәртіптік кеңестер Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің, кейін мемлекеттік қызмет істері министрлігінің, артынша кері агенттігінің облыстардағы әдеп жөніндегі кеңестері болып өзгертілді. Хатшылық тәртіптік кеңестің жұмысшы органы болып саналды. Бүкіл тәртіптік кеңес отырысын әзірлеп, кеңес мүшелеріне отырыстан бұрын апарып материалдарды үлестіріп, олардың тәртіптік кеңеске алдын ала дайындалып келуін қамтамасыз еттік. Сөйтіп тәртіптік кеңесте ең бастысы әділ шешім қабылдау мәселесі бірінші кезекте болды. Екіншіден ашықтық, жариялық принципті де хатшылық орындады деуге болады. Себебі әр тәртіптік кеңес отырысында бақ құралдарының өкілдері міндетті түрде қатыстырылып жүрді.
Биыл еліміздегі мемлекеттік қызмет жүйесінің қалыптасқанына және осы саладағы өкілетті орган әдеп жөніндегі кеңестердің құрылғанына 20 жыл. Осы жылдардағы алқалы органның көздеген басты мақсаты жазалау емес, мемлекеттік тәртіпті нығайту, заң бұзушылықтың, соның ішінде сыбайлас жемқорлық және қызметтік әдеп нормаларын бұзушылықтардың алдын алу. Мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтардың алдын алуға бағытталған ұсынымдар мен ұсыныстар беру. Әрине, мемлекеттік қызметшілер тарапынан біздің әдеп кеңесіне отырысында қаралатын азаматтар көп, әртүрлі жағдайлармен келеді. Бірақ та біздің сол әдеп кеңесінің мүшелері болып барлығымыздың атқарып отқандағы негізгі міндетіміз бұл бірінші сол алдымызға келген әртүрлі мәселелермен мемлекеттік қызметшілер жазалау емес. Ең бірінші мәселе сол орын алып отқан әртүрлі келеңсіз жағдайлар мәселесін алдын алу мәселесімен айналысамыз. Қолымыздан келгенше өзіміздің кеңесімді айтамыз. Сол әдеп кеңесіне келіп кеткеннің өзі біздің мемлекеттік қызметшілерге үлкен сабақ деп есептеймін. Жалпы 20 жыл аз уақыт емес. Осы уақыт ішінде облыстық тәртіптік кеңес әдеп жөніндегі кеңес қызметінде 7 азамат төрағалық етті. Батыс Қазақстан өңірінде құрылған алғашқы тәртіптік кеңес төрағасы Сағат Нұрмахатов болды. Ол 1997-2000 жылдар аралығында жаңадан құрылған алқалы орган жұмысын қалыптастыруға ерекше үлесін қосқан білікті басшы. 2000-2005 жылдар аралығында тәртіптік кеңеске Рахметолла Сүйербаев басшылық етіп, тәртіптік кеңес жұмысын әрі қарай ілгерілетуге айрықша үлес қосты. 2005-2007 жылдар аралығында Есберген Әжібаев лауазымды қызметке үлкен жауапкершілік танытып, тәртіптік кеңес отырыстарын жүйелі өткізді. 2007-2014 жылдар аралығында тәртіптік кеңеске Әкімгерей Серғалин төрағалық етті. Басшылық еткен 7 жыл ішінде ол өзінің білімі, біліктілігі арқасында өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқарды. 2014-2015 жылдар аралығында Нұрлан Сүйенбаев тәртіптік кеңеске төрағалық етсе, 2015-2016 жылдар аралығында Мерболат Нұртазин әдеп кеңес қызметінің төрағасы болды. 2016 жылдан бері бұл алқалы органға Болат Исахов төрағалық етуде. Кеңес алаңында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және профилактикасына, мемлекеттік қызметшілердің қызметін әдеп нормаларын сақтау, мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын жетілдіруіне, жауапкершіліктің артыру, сондай-ақ қызметшілердің әлеуметтік қорғалуына қатысты кең ауқымды мәселелер қаралады. Кеңестің құрамына қоғам және бұқаралық ақпарат құралдары, сондай-ақ саяси партиялар өкілдерін, мәслихат депутаттарынан, мемлекеттік орган басшыларынан құралған. Кеңес мүшелері жоғары кәсіби және мол өмірлік тәжірибелері бар, өңірдегі танымал, беделді, тәуелсіз, өзіндік көзқарасы бар тұлғалар. Сондықтан кеңес отырысында көтерілген мәселелердің кейбір қызу талқыланады. Кеңес барлық жағдайларда әділ және әрі заңды шешімдерді қабылдауда. Бүгінгі таңда кеңестің жұмысының басты бағыттары құқық бұзушылықтардың алдын алу және мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау. Оларға сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері, мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмысының нәтижелері, мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік кепілдері мен құқықтарын сақтау мәселелері қаралып жатады. Сондықтан әдеп жөніндегі кеңестердің қызметі мемлекеттік тәртіптің нығайтылуына, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетуіне және мемлекеттік қызмет беделін арттыруына өзінің елеулі септігін тигізеді. Біздің міндет халыққа қызмет дегенде елге қызмет қылумен халықтың сенім мүддесінен шығуды басты мақсат мүдде санайтын мемлекеттік қызметшілер берілген антқа адалдық танытып, өздеріне жүктелген міндеттерді зор жауапкершілікпен атқара бермек.